Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube оқырман? Бүгін біз сіздермен заман талабына сай барша ұстаздар қауымының жұмысын жеңілдетіп жатқан және де өзге де салаларда өз көмегін тигізіп жатқан жасанды интеллекттің бір ғана платформасымен таныс боламыз. Ол мұғалімдерге сабақ жоспарын жасап беретін платформа. Яғни ол үшін Google-ға іздеу жолағына чат ағылшын тілінде GPT деп жазасыздар. Осы жерде ашып, менің өзімде Google аккаунт болғандықтан, бұл Google аккаунтыммен тіркелемін. Барша ұстаздар қауымына жеңілдетілген бұл платформалардың көбісі ағылшын тілінде, жалпы барлығы дерлік. Алдағы уақытта көп пайдамызға асып жатса, қазақ тіліне аударатын шығар деген ойдамын. Енді міне қараңыздар, осы жерде бізде чат GPT деген пайдаланушыға хабар жіберу деп тұр. Осы жерге өзіміз сабағымыздың тақырыбын жазамыз қазақ тілінде. Менде байқасаңыздар автомат түрде кіріп кетті, себебі менің өзімнің аккаунтым бар. Сіздер Google аккаунтпен кірсеңіздер болады. Немесе аккаунт создать етіп, потом кірсеңіздер ыңғайлы. Енді алгебралық бөлшектер жоспары. Міне байқасаңыздар, автомат түрде өз сабақтың мақсатын, күтілетін нәтижесін, сабақтың түрін, құрал жабдықтарды, сабақ барысын, неше минут уақытына дейін тіпті тура біз өзіміз қалай құрастырамыз, солай құрастырып береді. Біздің ойымызға келмеген сұрақтарды және де тапсырмаларды жазып бере алады. Мен мысалы үшін алгебра пәнінен беретін болсам, мен үшін өте тиімді. Басқа пәндер үшін де. Міне 5 минуттың ішінде тақырыбымыз бітті. 7 қадамнан тұратын бізге сабақ жоспарын шығарып. Мысалы үшін қазақ әдебиетінен Абай, жоспары. Көріп тұрғандарыңыздай өте тиімді. Бар жоғы тек қана сіздерде басымдық қиын шаруа, ол тіркелу ғана. Әрі қарай қиын ештеме жоқ. Бұның барлығы тегін, бесплатный, ешқандай платный аккаунт платформа емес.